Елдос Сайдалин ұлттық құраманың бас бапкері, әйелдер құрамасының. Көңіліңіз тола ма нәтижеге? Қыздар үмітті ақтады ма? Әрине, барлық қызға көңілім толады. Бізге керек қарсыластар, осының алдында кездеспеген жаңа қарсыластармен кездестік. Әр кездесулер жақсы өткізді. Өздеріне қойған нұсқаулардың барын орындады. Көңілім толды әрине. Бұл себепті бұл жерде біз айттым ғой, жаңа 100%-ке формаға келген жоқпыз қыздарды. Бұл біздің әлем чемпионатының алдындағы жаттығуымыз ретінде сондай кішкене кездесулер жиынтығы болды, жақсы, керемет. Алуа Балқыбекованың жеңілісі күмәнді емес пе? Әрине, енді жарыс өтіп кеткеннен кейін жеңді, жеңілді деп айтпаймыз. Қолды көтерді, ешқандай қалды. Болды, бізге әлем чемпионатының чемпион болу болды мақсатымыз. Әлеуметтік желіде қатты талқыланып жатыр осы. Талқыланады, жақсы. Енді ол бәрі өзіміздің іште қалады. Өзіміз талқылаймыз, қателігімізді де болған барлығын. Осы жолы Анель Сақыш, Айдана Забынбекова сияқты қыздар болды, осы үлкен жарысқа бірінші рет қатысып жатыр. Қалай аяқ алыстар? Аяқ алысы жаман емес. Тәжірибе жетпей қалды. Тәжірибе жетпей қалды. Енді алдағы уақытта тағы да қыздарымыз бар. Бұл жерде қараңыздар, бізге 10 қызымыз қатысқанмен құраманың тағы қыздар келді. Ұтылған қыздармен спарринг ойнап, әрқайсысы 3-4 бойдан жасап, тәжірибе жинап жатыр. Жақсы барлықтары. Соңғы әлем чемпионатында 3 алтын медаль болды. Енді планканы көтеріп тастады қыздар. Бұйырса соны қайталауға бола ма деймін ғой 2 айдан кейін? Әрине болады. Қайталауға болады, одан асыруға да болады. Алдағы уақытта көреміз қазір. Жақсылап дайындалып, тыңғылықты дайындаламыз. Еш босаңсу жоқ. Мақсатымыз ол әлем чемпионаты биылға. Жақсы, сәттілік тілейміз. Көп рахмет сіздерге.